Мопедтің А1 категориясына дайындалып жатқан жас өспірім балдарға бұл видео арнайы болады. Бұрында кімнің жасы 15-терде, 15 жарымда, 16-ға әлі толмай тұрып, мотошколаға, автошколаға барып, со жақта оқып, дайындалып, сертификатты алатын еді. Қолында сертификат бар, оқығаннан кейін соңғы барады, со жақта теория мен практиканы 16 жасқа толған кезде тапсыра беретін еді. Бірақ қазір автомектеп кз сайтында өзгеріс енгізілді. Енді со жаққа ЭЦП мен қолды қою керек автомектеп кз-тің личный кабинетін активация жасау үшін. Бірақ нюанс бар. ЭЦП тек 16 жаста беріледі. Енді яғни мотошколаға, автошколаға жазылу үшін 15-терде енді болмайды, тек 16 жаста жазылу керек екен. Бұл енді өкінішке орай примерно 4-5 ай енді артқа алады да адамды, потому что егер де мысалы кімнің туған күні қаңтарда, скажем, ол еще 16-ға толмай тұрып, барлық автошколада өтіп, сертификат алып, уже қаңтарда теория мен практиканы тапсыра беретін еді, алдын ала дайындалып. А қазір тек сол мысалы қаңтарда ол туған күні болады, 16-ға енді толады, содан кейін мотошкола, автошколаға жазылады А1 категория. Ол жақта 2 ай дайындалады, содан кейін еще 2 ай теорияға жазылады. То есть былай дөрекі айтқанмен 4 ай енді сәл минуста болады екен да. Вот соны ескертіп жүрейін деп, поэтому 15 жастарда болсаң, тек 16-ға толған кезде енді авто немесе мотошколаға бара аласың екен.